Сәлем достар, бүгінгі дәрісте біз сіздермен элементті вертикал ось бойынша өңдеуді және float параметрімен және осыған шейін HTML тарихында қолданылған таблица бойынша жасалынатын верстать ету инструментімен таныс боламыз. Осыдан бірнеше жылдар бұрын, нақты айтқан кезде 2000 жылға дейін веб-парақшаны құру жағдайында таблицалар қолданылған болатын. Яғни қазір біздер таблицамызды бос кеңістік оған өзіміздің қажетті элементімізді margin арқылы оның позициясын анықтап, яғни блоктық элементтер арқылы оларды позициясын ауыстырып проект жасауымызға болатын еді. Ал қазіргі бұрынғы уақытта біздің веб-парақшамызды осы Excel тәрізді таблица ретінде көріп, құрастырып, ең бірінші таблица ретінде осыны макетін құрастырып, кейін әр элементті осындай таблицалардың ішіне салып отырған. Яғни егер біздің суретіміз мына ячейканы тұрғанын қаласақ, осы ячейканың параметрін беретін едік. Бұл өте ыңғайсыз және де өте ұзақ көп уақыт алатын еді. Сондықтан біздің бақытымызға орай қазірге inline блок жүйесі және одан қала берді Flexbox жүйесі дүниеге келген еді. Flexbox жүйесімен келесі сабақта танысамыз, ал қазірше біздің білетініміз inline блок және де position арқылы өзіміздің сайтымызды құру еді. Жалпы таблица арқылы, осындай Excel-дік күйдегі таблица арқылы верстать етуді мен сіздерге үйретпеймін, себебі бұл көне заманның қалып кеткен нәрсесі. Ол көне сайттарда, яғни бұрын жасалған сайттарда кездеседі және де HTML хат ретінде почтаға сообщение жіберген кезде сондай хабарламаларда көрініс табады. Ал оларды изучать етіп, оларды ары қарайта сіздің өміріңізге пайдаға асыру сізге қатты қажет ақпарат болмағандықтан мен сіздердің жадыларыңызды онымен толтырғым келмеді. Енді екінші айта кетерлік нәрсе ол біздің float параметрі. Оны мен сіздерді таныстырайын. Float параметрі біздің белгілі бір текст, мысалы белгілі бір дифтің қасына тағы да бір сөз жазады делік. Сол сөздің немесе жаңағы біздің div бөлігіміздің сөзден оң жақта немесе ортада орналасуы немесе сол жақта орналасуын қарайды. Яғни бұл элементтің қасындағы жанындағы элементке байланысты орны болып табылады. Яғни бұл нақты position деп айта алмаймыз, жай оны word түріндегі сіздерге экзамплын көрсетейін, яғни мысалын көрсетейін. Дәл сол мысал арқылы сіздерге оңайырақ болады. Неке достар, сіздерге нақты түсінікті болу үшін мен Word файлымды аштым. Word файлымның ішіне белгілі бір сөз бар, және де мен оны ортаға қойғым келсе, мына кнопканы басам. Шет жаққа қойғым келсе, мына жақ кнопканы басам. Дәл осы float параметрі біздің веб парақшамызда жұмыс жасайды. Егер элементіміздің сол жақтан көрініс тапқымыз келсе, float left деп жазамыз. Егер де ортадан көрініс тапқымыз келсе, float center деп жазамыз, және де ең шетінен оң жағына қарайта жазғымыз келсе, float right деп жазамыз. Дәл осы секілді. Сіздерде басты сұрақ болуы мүмкін, оны text-align элементі арқылы, параметр арқылы істеуге болмай ма деген. Text-align элементі есімі айтып тұрғандай-ақ тек тексттер үшін ғана жұмыс жасайды. Егер де ол image тегі немесе div блогы үшін жұмыс жасап жатырса, бұл оның өз кезегінде логикалық жағынан қате құрылғандығын көрсетеді. Сондықтан, егер де бізге div секілді блоктық элементтер жылжыту қажет болса, оң жақ сол жақ ортаға, немесе белгілі бір суреттерді оң жақ сол жақ ортаға қою керек болса, біздер float параметрін қолданамыз. Енді float параметрін қалай жұмыс істейтін көрсету үшін сіздерге жай ғана сурет арқылы көрсете салайын. Ол үшін img тегін шақырдық, және де оған img папкасында cover суретін береміз. Альтқа альт деп жаза салайық. Енді қараймыз. Біздерде мына жерде суретіміз бастапқы қалпында ортада орналасқан. Енді біздер осы суретті шет жаққа қарай ағыстырғымыз келсе, жай ғана image тегін шақырамыз да float мәніне right тегін береміз. Мысалы, оң жақта орналасады ол қазір. Мінекей.
элементіміз оң жақта орналасқан. Егер де біздер оның left болғанын қаласақ, яғни сол жаққа болғанын қаласақ, left параметрін жазамыз, яғни мінекей. Біздің суретіміз сол жақта орналасқан. Егер де мына жерде сұрақ қойларыңыз мүмкін. Егер де одан кейін белгілі бір сөйлем жазылса, мысалы lorem деген сөйлем жазылса, оның қалай көрініс табатындығын байқайық. Lorem тексті біздің суретіміздің сол жағында, оң жағында орналасқан, себебі біздің суретіміз float бойынша сол жағында орналасқан, сол жағында орналасқан. Кешірім сұраймын. Егер де біздердің параметріміз right болса, яғни оң жағында болатын болса, біздің текстіміз сәйкесінше сол жағында орналасады. Мінекей, lorem тексті сол жағында орналасқан. Бұл біздің float параметріміз қалай жұмыс істейтіндігін көрсетеді. Және айта кету керек, float параметрі неге келгелі де біршама жыл болды, және де float параметрі көп жағдайда қолданыла бермейді. Оның орнына inline блок арқылы позиционировать ету қолданылады. Одан өзге қазір flexbox деген нәрсе бар, өте ыңғайлы дүние. Оны келесі сабақта нақты үйренетін боламыз. Енді келесі кезекте біздерде алдыңғы сабақта горизонталды бағытта элементті ортаға келтіру, яғни өңдеу, ортаға келтіру элементті басқаруды айтқан болатынбыз. Енді бүгін сол элементті вертикал бойынша өңдеуге кірсек, ол үшін біздер сол баяғы diffке қайтып ораламыз. Мінекей, мына image кетіре салайық, және де оның белгілі бір diffін, мына diff бізде қажет емес. Осы үш diffті қарастырайық. Енді бірінші оның браузердегі көрінісін тастырамыз. Оның стильдік қосымшаларын алып тастайық. Позишндарын, яғни бұл жер керек емес. Бұл жер керек емес. Position absolute. Бұл жер қажет емес. Енді қарап көрейік. Біздің үш divіміз ашылып тұр, яғни орнап тұр. Енді осыларды центр бойынша, горизонтал бойынша өңдеп көрелік. Ол үшін бізде vertical align деген параметр қолданылады. Оны жасау үшін біздің осында аталған боксымызға, яғни классымызға vertical align деген параметрді береміз. Мінекей, vertical alignның біздер білетін үш түрлі қасиеті, үш түрлі мәні бар. Кешірім сұраймын. Біріншісі middle деп аталады. Ол өз кезегінде вертикалдық бағытта барлығын ортаға келеді. Яғни, егерде біздің мына страницаның мына жерінің хейді 500 пиксельді құраса, яғни оның ортасына осы элементтерді шоғырлайды. Егерде оны мына diffтің хейдін өзгерту арқылы көрсетейік сіздерге. Ол үшін үшінші элементтің, яғни класс 2 деп беріп тұрғанға хейдін кішірейте салайық. Өз кезегінде көресіздер вертикалдық бағытта қалай. Мінекей, вертикал бағытта бұл элемент ортаға келеді, яғни біздің қажетті алып отырған хейдіміздің дәл ортасына келеді. Қазіргі жағдайда бұл хейдіміз біздің мына ұзындыққа тең, яғни мына жерге тең. Мына элементіміздің, яғни vertical align центрі осы орталықты қамтиды. Егер де біздер мына бағытта, яғни ең үстіне қалыптастырғымыз келсе, бүкіл элементімізді үстіңгі жағына өңдегіміз келсе, онда vertical align топ деп жазамыз. Мінекей, енді тексеріп көрейік. Міне, біздің элементтеріміз, үш блокымыз топ бойынша вертикалды бағытта өңделді. Енді одан өзге bottom және де
боттың қосымшасы бар. Одан өзге функционалдарды сіздер өздеріңіз эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Мінекей соңғы жағына қарайта біздің дивіміз өзінің вертикалды бағытын өзгертті. Мына жерде біздер өздеріңіз қалаған параметрді беріп, осылайша эксперимент жасап көріңіздер. Енді бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, біз сіздермен float параметрі қалай жұмыс жасайтындығын, оны не мағына білдіретіндігін және де оның жұмыс істеу циклімен таныстық. Одан өзге біздер таблицалық верстать ету инструментімен таныстық, оның қалай жасалу тарихын айтып кеттік кішкене, және де оның қолданылмайтындығын айтып кеттік. Үшінші, біздер осы vertical align параметрімен таныстық, және оның элементтерді вертикалдық бағыт бойынша өңдеу түрімен таныстық. Осылайша біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл өте қысқа сабақ болады деген қысқа сабақ болды деп ойлаймын. Және де келесі сабақтарда біздер Flexbox атты ең маңызды құралмен танысатын боламыз. Соған дейін құрса болыңыздар, таңданы бақылаңыздар.